Сәлем, менің оқырмандарым көбіңіз маған тіркелмей қарайды екенсіздер. Маған тіркеліп, өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Қыздар, негізі қыз бала өсіп бой жеткенде сүйгенінің етегінен ұстап, сол шаңыраққа барып түтінін түзету ол заңдылық. Солай емес пе? Өзімде Аллаға шүкір бір әулеттің үлкен келінімін. Ата-енеммен ауылда тұрамыз. Ұлым бар. Менің айтқым келгені, өзің қандай келін болсаң, болашақта сондай келін сен де алады екенсің. Дегені рас екен. Осыған сәйкес бір мысал айтып берсем деймін, мүмкін енесімен сыйыса алмай жүргендер ойланар. Жеке өз басым осы уақытта қатты ойланып, барынша енемді сыйлауға тырысып жүрмін. Біз шеткері бір ауылда тұрамыз, бізден 3-4 үй әрі бір отбасы бар, ұлы келін мен 4 балалары бар, және қарт ата енесі бәрі бірге тұрады. Алла өзі кешірсін, жаман айтсам, бірақ келіндері сондай кесапат, тәрбиесіз. Енесіне сен деп сөйлейді. Жұмыс жасағанын міндетсініп тамақ істеп қойсаң нең кетеді, ана баланың көтенін жуа салмайсың ба деп есік алдында айқайлап жүреді. Атасы малқорадан шықпайды, үй жағын тазалайды да жүреді. Алжыған шал дейді оны келіні. Атасы осы ауылдың молдасы. Дем салады, Құран оқиды, соны жақтырмайды, далада оқып кел деп шығарып жібереді, күйеуі вахтада істейді. Үйінде болғанда күнде ұрыс, төбелес. Әйелі қайтпайды, қолына не түссе, сонымен ұрады, енесі араласа, итеріп жібереді. Бізге бәрі көрініп тұрады, оған көзіміз үйреніп кеткен сияқты. Енді айта берсем өте көп. Алла бетін әрі етсін. Бір күні атасы маған кеп тұр, айналайын, өтініш ауданға барып 6 к фарш әкеп берші дейді. Қонақ күтетін шығар деп ойладым. Жарайды деп үйіне апарсам тағы айқай. Сөйтсем олар кешегі тамаққа манты жасап та содан қалғанын үйткілері келіні жоқта түскі асқа ысытып жепті. Сөйтсе кешке келіні келіп, маған манты қалдырмадыңдар деп айқай шығарыпты. Сонымен балаларын ұрған, ашуланып олар жылағанға енесі шыдамай балаларды құшақтаса, кетіңдер бәрің деп далаға қуып шығыпты. Мен барсам, енесі жас балаша жылап отыр. Өз қатем, өз кінәм деп. Сәл жұбатқансып үйге қайттым. Үйде шай үстінде әңгіме шығып кетті. Атам олар туралы сөз қозғады. Бәріміз бірге өстік, ойнадық, үйлендік. Сонда оларда әке-шешелеріне тура осылай жасаған деді. Келіні ауру, енесі мүлдем қарамайтын дейді. Төсекке таңылған ол кісі бұтына жіберіп қойып жататын. Ешкім қарамайтын. Сонда келіні бөлмені сасыттың деп 2 қабат көрпешесімен далаға шығарып тастайтын. Күн әжептәуір суық болатын. Сонда ол кемпір далада жатып бір үзім нан беріңдерші деп жылайтын. Біз талай нанын, суын бергенбіз. Бірақ өз ұлдары мейірімі болмаған соң ақыры кетті ғой дейді. Енді сол жасағандарын Алла өз келіндерімен алдарына келтіріп тұр ғой деп еді. Міне қыздар солай. Ол сөз рас екен, не жасасаң да алдыңа келеді деген осы емес па? Менің мақсатым ол отбасының атын қаралау емес, тек мен сияқты ойланып ақылға келу. Мен Алла сақтасын, ана келін сияқтымын демеймін, тек кейде ененің ашы тілін естігенде тістеніп қалатыным бар еді, сол ғана айтарым. Ұл қыз тәрбиелеп отырмыз. Алла бәрін оңынан, жақсылығынан бергей. Балалар ауырмасыншы.